Құрметті Елдер Азимова. Баланы бірінші, екінші күні, үшінші күні, 3 күн қатарынан ұрған, әбден сілесін қатырып, соққыға жыққан. Сөйтіп бір-біріне айқайлап күліп жатыр. Қанша оғың кетті? Қанша оқ қалды? Біз жұмсай береміз деп. Сол жердегі өзіміздің қазақтың қара көз балалары үйіміздің барлығын итпен келіп осы Аманат партиясының республикалық қоғамдық қабылдау бөлмесінің бас консультантымын. Мен қазір енді бірінші мен кісілерді тыңдап алайын. Кейбіреулер сіздерде тек қана қылмыс қозғалды, сот болған жоқ, иә? Ой, жақсы, онда сот болмаса дұрыс. Бір жағына қарай. Содан кейін жақын арада бізде парламент мәжілісінің депутаты қабылдайды. Сот заңнама және соттық жүйе жөніндегі комитетінің мүшесі ол четверг күні. Мүмкін сол кісінің қабылдауына жазады. Бірінші жаңағы қылмыс қозғалып жатса, мүмкін ерте қылмыс іс тоқтатылды мүмкін, немесе сотқа кетуі мүмкін. Оны біз оны партия оның соттың шешімін тергеу тоқтата алмайды, бірақ тыңдап көрейік. Мен қазір өзіме жазып отырмын. Мен Чингизбекова Кеңескүл. Қуатбаев Нұрсұлтан немеремнің ажалға ұшқан, қаңтарда ажалға ұшқан туралы мәлімдеме жасайын деп едім. Өйткені мәлімдеме жасайтындай жағдайға келді. Өйткені ол апасының үйінен өз үйіне қарай келе жатқан кезде жолда оққа ұшты. Баламның 5 бала шағасы бар. Ең үлкені осы немерем еді. 7-сі күні түнде оққа ұшқан. Біз оны 7-сі күні таппадық, 8-сі күні таппадық, 9-сі күні бірақ тауып, алып келіп, сол 9-сі күні жерлеп, 10 күні азанда менің қыздарым врачқа жолығуға барды. Сөйтіп, 3 жерінен оқ тиген, өзім операция жасадым, 3 оғын алдым. Бірақ ол оқтарды экспертизаға милициялар алып кетті деді. Ендігі күні содан кейін біз қайта арыздандық. Біздің баламызды кім атты, кім өлтірді, қандай оқ тиді деп арызданған едік. Соның нәтижесі өткенде шығып тұр. Сіздердің балаларыңыз террорист болған, Тараз қаласындағы Заводской роводыны өртеген, қолына туалып, алға деп жүгірген, алғы шепте болған. Содан кейін үстінде бронежилет болған дейді. Ал егерде бронежилет болса, ол неге өліп отыр? Оның кеудесіне тиген оқ ішінде қалып қойған. Аяғына тиген 2 оқ, 3 оқтың кесірінен қайтыс болып отыр. Кровотечение внутренне ашылған ғой енді. Олардың жала жапқаны біріншіден осы жерде де көрініп тұр, бронежилеттен қалай оқ өтеді. Екіншіден, біз оларға қалай доказать етіп айтасыңдар десек, бір бала көріпті, сол бала айтты дейді. Ал ол бала қолында шынжыр бар, көрінер, көрінбес, қолында кісені бар баланың. Түрмедегі біреуді бұлар айтқызып отыр, көрдім дегіздіріп. Оған тегі барлық жерде барлық нәрсе куә болып отырып, бүкіл халық куә ондай нәрсеге, милициялардың тірлігіне. Сонымен баламды террорист қып шығарып отыр. Мен осы үшін күресем. Менің балам террорист емес. Ол өлең айтып, өзінің оқуына да грантқа оқуға түскен еді. Кезінде 2 жыл бұрын 2-ші курс архитектурын университеттің 2-ші курс студенті. Ол барлық уақытта өзін жоғары жаңағы өнері жағынан дарыған бала еді. Ол өнері жолында жүрген бала еді. Бұндай болу мүмкін емес, бұндай болмайды да. Бұл жерде экспертизаның бәрін бұрмалап тастағаны көрініп тұр. Енді бүгінгі күні біздің сол кезде айтқан врачымыздың өзі де сөзінен тайып отыр. Мен операция жасаған жоқпын деді. Ассистент болып кірген едім деп солайынан сөзін тайып отыр. Ал ол кезде мен өзім жасадым, 3 оғын алдым деген. Содан кейін тағы да 4-шіден балаға 3 оқ тиген.
тигенде оқтар ішінде қалып кеткен, соны алған. Врачтың айтқаны тура, алғашқы показаниясы. Өйткені оқтың кірген ізі бар да, шыққаны, тесіп шыққан ізі жоқ. Ал кейінгі сараптамада, бұлардың бұрмалаған сараптамасында 4 оқ тиген, 4-еуі де сквозной тесіп шыққан дейді. Оқты жоқ қылып отыр сонымен. Сол оқты өздерінің оғы болғандықтан жоққа шығарып отыр ғой деп есептеймін мен. Біліп отырмын. Солайынан. Сондықтан біздің Тараз қаласының зерттеу, болмаса врачтардың, болмаса тексеру орталықтары адал қызмет етсе деп өтінеміз. Өйткені менің балам ол дүниелік болып кетсе де, тірі қаншама жастар жатыр ана жерде. Әлі күнге дейін өзін-өз ақтай алмай. Қалайша ақтай алмайды, қалай ақтай алмайсыңдар? Следствие қалай жүріп жатыр? Неге оның бұрынғы өмірбаянын тексермейсіңдер? Бұрын ол кім болған? Олардың бәрі әшейін қарапайым жұмысшы, қарапайым студент сондай болған. Олар бұрын ешқандай терроризмге қатысы болмаған. Оларға қару алды, қаруды қаяқтан алды, қаруды да өздері таратып, өз іштерінен адам шығып отыр деп ойлаймыз. Өйткені қазағым деп жүрген жастар еш уақытта ондай қылыққа бармайды, олар қорқады да. Олар халық үшін жүрген адам, халықпен өмір сүреді. Бір жерді күйретуге, жайратуға олардың нелер жетпейді даже. Құқықтарынан бұрыннан қорқыныштан олар ондайға бара алмайды. Менің айтайын дегенім сол. Тараздың полицейлері, жалпы сіз барған тергеушілері, прокурорлары сізбен дұрыстап кездесіп сөйлесіп түсіндірді ме? Түсіндірді, үйге келіп түсіндірді. Түсіндіргенде осындай показания берді. Біз оған келіспейміз едік. Біз қайттан арызданамыз, баратын жердің бәріне барамыз деп сөйтіп осында келіп отырмын. Олар бәрін өздеріне қарай лайықтап, террорист қылып шығарып қойған ғой өлген баланы. Қақтар оқиғасы болған кезде Жамбылдағы жағдай қалай болып еді? Жалпы байланыс болды ма, баланы іздеуге мүмкіндік болды ма? Жоқ, ондай мүмкіншілік болмай қалды, ешқандай мүмкіншілік болған жоқ. Оның үстіне баламды сотқа ол күні алып шықпаған. Ол өзі әшейін апасының үйінен бізге қарай келе жатқан, нағашы апасының үйінен. Жолда енді көрінгеннің бәрін ата берді ғой, сол кезде дұрыс істемеді ғой. Предупреждениесіз ата берді. Өйткені мен өзім куәмін. Мен сол Төле биге бір рет бардым, баламды іздеп, немеремді іздеп. Сол кезде сол жердегілер оқытып, патырлатып атып атты. Сөйтеді, ары тұрыңыздар. Қазір сіздерге предупреждение бердік, ендігі сіздерді атамыз деді. Сонда машинаңменен ары кетіңдер деп бізді. Сол жерде елдің бәрін қолап атты. Сөйтіп бір-біріне айқайлап күліп жатыр. Қанша оғың кетті? Қанша оқ қалды? Біз жұмсай береміз деп. Сол жердегі өзіміздің қазақтың қара көз балалары сондай айтып, бір-бірімен тырқылдап күліп тұр. Өте сол кезде мына адамын жоғалтқан адамдарға қиын болды сол кезде. Бірақ та оны бақылап атқан жоғары жақ жоқ. Олардың істегеннің бәрі дұрыс болып жатыр да. Мынандай көшеден ұстап алған, жұмысына кетіп бара жатқан адамдарды ұстап алып қамағандарды ұрып соғып зорлап мойындатып жатыр. Әділдік қайда сонда? Кімге сенеміз енді? Енді бұл 2 айдан 3 айға жақын уақыт өтіп кетті ғой? Өтіп кетті. Енді өзіңіз әділеттік болады дегенге сенесіз? Әділеттік болады дегенге мен осылай қудалай берем әділеттіктің басын шығарғанша. Әрине бала өзегің ғой. Ойлаймын, жылаймын, қай уақытта болса да. Бірақ балам, өзім осы баланың атын қойғанда да Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сияқты ел басқарса екен деп сол атты да сөйтіп қойып едім, халық үшін елім деп өтсін осы бала деп. Өзім негізінде өтірік айтып ондайды жақтырмаймыз біз. Сондықтан адал азамат болсыншы деп атын осылай почти ырымдап қойып едім. Бірақ солардың басшылардың қолынан қаза тауып елім деп кетті ма, кім білсін. Баламды 3 март күні ұстап, жолда жұмысты полядан келатқанда, бидай егіп келатқан ғой. Сол биыл 3 март күні жолда поворотта бірінші гаи тоқтатқан, онан кейін барып жаңағы өңшің ала-құла киінген не дейді, УБОПтың балалары, ДВД-ның балалары. Солар қоршап барлығы бүйтіп. Тоқтатып, ар жағында жолдас баласы отырған, тренер болып істейтін. Мына янда менің балам екеуінде 2 адам жұлып апты да жерге жатқызып, мен балам аяғын арқасына аяғымен басып тұрыпты бір адам. Сөйтіп, бүйтіп қолымды қайырды дейді. Мен ойладым дейді, қолыма бүйтіп қайырғаннан кейін наручник салатын шығар деп сөйтсе, наручник емес, жаңағы пистолетте бұның қолының распечаткасы жоқ қой. Мына қай қолын екенін білмеймін, пистолеттің тесігі бар ғой. Соған қолын бүйтіп тигіздіріпті.
қайсысы екенін білмейді балам. Содан пистолетте распечатка жоқ, жаңа 2 оқ. Ол ана жақтағы, мына жақта отырған жұлып алған тренер жолдас баласы бар ғой, соның жұлып алғандай соның отырған орнына қойып қойған. Сөйтті да бұларды тұрғызыпты, бүйтіп орнынан, сөйтіп екеуіне жаңағыны қоршап алып, ел өтіп бартқан елдің бәрі тоқтайын десе, біреуін тоқтатпай қойыпты. Кетіңдер, суретке де түсірме, кет деп. Сонда да Байгелдиев деген кісі бар, баяғыда неше жыл не болған, депутат болған кісі, иә. Соның немересі өтіп баратып, бүйтіп суретке түсіріп апты. Балам машинесінің алдында тұрып, жаңағылар балама сұрақ қойып, анау пистолетті бүйтіп көрсетіп атқан. Ол үйде бар, оның барлығын адвокатқа бердік. Ал енді соны уақытында жаңағы жерде ешқандай понятой жоқ. Мысалға ел өтіп атыр. Понятой тоқтатсын 1-2 машинені. Сөйтсінде понятой ондай қылмаған, понятойды өздерінің бір адамын шақырбаған, соны понятой қылған. Сөйтіп менің балама жаңағы пистолетті не қылып апарып УВД-ға апарып қамап қойды ғой, неге? Анау әйтеуір УВД ма не ана жерге? Қамайтын жерге. Не айып тағып отыр? Айып таққаны 291-дің 4-ші частысы. Соның кейін сен дейді енді бүйтіп айтады. ЭБС-ті сен өртедің, Нұр Отанды сен өртедің, ДВД-ны сен өртедің, соның барлығын саған жабамыз дейді. Балам айтады, мен ондай істемесем, мен 45-темін. Кішкентай бала емес, мен 6 балам бар, шешем бар ауру. Мен соларды бағып, ипотекаға үй алғам, соларды төлеп, соларды мен асырайым деп жүрген адам. Біледі мені барлықтарың, білесіңдер. Мен қаяқта жұмыс істеп жүргенмін. Десе ешқайсысы сенбейді. 2 ай болды, мен балам қамалып отыр. 2 айдан бері ипотекамда тоқтап қалды. Айына 150 мың төлеймін. Налогын 3 айда бір 150 мың төлейтінмін. Соның барлығын полядан тауып, өзі жауып жүрген 7 миллион кредитім бар, ипотека. Ал енді оны ешқайсысы білмейді. Құдайдан қорықпайсыңдар ма деп прокурорға да барып, келінім жылап еңіреп, анаған да бар. Құдайдан біз қорықпаймыз, одан да зорын істейміз дейді. Ал Баймұрзаев деген бар. Сол жерде УВД-ның бастығы. Генерал ма несі, ең үлкені. Сол 25 февраль күні шақырып баламды неге, кафеге. Сол айтқан балама. Сені мен қайткен күнде де биыл қамайым. Осыдан көресің, мен саған дайындалып жатырмын деген. Ал енді соның неде кафеде не ғой? Бейдіге түскен ғой, соны бер десек, соның барлығын жоқ қылып жіберген ғой уже. Бардық. Не үшін жақпай қалып деп ойлайсыз ғой? Білмеймін. Осы 2013-тен бері сондай істейді. Бір рет істеді, 2 күннен кейін шықты. Бір рет тағы істеді, 3 күннен кейін соттан босанып шықты, ақталып. Енді 3-шісінде 13-ші жыл ұстап алды да, міне жеріне мынандай наркотикті байлап, аяғына пистолетті қып, ол кезде Жамбылда ұстап отырып, соның кейін Алматыда, КМБ-да 15 адам отыр екен, өңшің сондай нелермен ұсталған. Соларға апарып, мен баламды соларға қосып, ОПГ деген ат қойып бұған, сен осындай адамсың, ұйымдастырушысың деп, баламды соларға қосты да, мен еш жерден балама келген осы Астананың барлық жерін араладым. Менің сөзімді бір адам сөйлеген жоқ. Керек деген жоқ мен. Сөйтті да баламды сотта жіберді. Ол кезде балалар қайдамайды етін. Кішкентай. Солар жеткіздім. Келін екеуміз қазір 7 жылдан кейін босап шықты балам. Неге? Анандай немен? Отсрочка болады екен ғой. Сондаймен шықты удоменен. Сөйтіп күн аптасына 2 жылдығы бар етін. 2 жыл не берген анандай. Тексеріліп тұратын. Иә, соған барып, әр жұма сайын барып, соған барып жазылып тұратын, көрініп тұратын. Ояқтан да несіні бердім, характеристикасын бәрін бердім, ана жерге апарып следовательге. Ешкім еш нәрсе демейді, қарамайды. Ешкім біздің сөзімізді тыңдап та жатқан жоқ. Келінім осы яқады қат жіберді, келіп кетті. Одан Жамбылдың барлық жеріне бардық. Ешкім сөзімізді тыңламайды. Болды, соменен балам отыр 2 айдан бері қарайды. Немерелеріңіз сұрай ма? Немерелеріңіз сұрай ма? Сұрамағанда не дейді? Сұрамағанда әкем қайда дейді? Әкең командировкада жүр, басқа жақта бір жұмысқа кетіп қалды дейміз. Үйіміздің барлығын итпен келіп, 10 адам келіп, үйіміздің бәрін кәдімгі бір мықты бір нелер ұрлықшылардың үйінде қылып, үйіміздің бәрін тінтіп, барлығын қарап шықты, 2 рет келіп. Ештеме де жоқ үйімде, даже артық мынандай бір тірлік тиын жоқ. Балаларым айтады, бұл не үшін келді, апа? Сұраңызшы мына кісілерде не үшін келіп тұр, мына ит немен келіп тұр десе, тек Құдайдан қорықпайсыңдар, қорықпаймыз дейді Құдайдан. Мен Тілеулиева Зейне, Жамбыл облысы Байзақ ауданы Саркемер ауылының тұрғынымын. Сол митингіде балам
өзінің жұмыстастарымен бірге барған. Олар митингіде болмаған, бірақ ДВД-да мылтықтар шашылып жатқан кезде жаңа белгісіз біреулер таратып жатқан мылтықтарды ұстап кетіп қалыпты. Үшеу одан ол қару-жарақты олар қорққандарынан не істерін білмей қалып, үшеудің арасында бір баланың үйіне апарып жасырған. Одан кейін бұл қару-жарақ 2-3 күн өткеннен кейін өз еріктерімен сол бала тұратын жердегі әкімге хабарлап, өздері өз еріктерімен тапсырды. Содан кейін баламды полиция қызметкерлері ұстап алып кетті. Ұстап алып кеткеннен кейін біз оны жұмыс орнынан сағат обедке жақын ұстап кетті. Оны сол күні тергеп жіберер деген оймен оны күттік. Сол күні түнмен келмеді баламыз. Одан кейін іздеп сол аудандық рободаға барсақ, олар қалаға алып кетті деді. Одан 3 күн бойы біздер барлық сол Тараздың органдарының бәрінен сұрап іздеп таппадық. 4 күн өткеннен кейін жаңа Си-13-де отырғанын білдік баламыздың. Оған дейін бізге ешкім хабарлаған да жоқ, баланың өлі тірі екенін білмедік. Одан не керек, жағдайымыз келгенше әйтеуір халқым жаңа ағайын тума көмектесіп, достары көмектесіп, адвокат жалдап, баламыздың тірі екенін білдік сол жерден. Баламызды ұстап алып кетіп, 3-4 күн оларды ұрып, соғып, істемеген жұмыстарын мойындарына ілдіріп, 291 баптың 4-ші тармағын 2-ші бөліммен күдікті деп қамап тастаған. Енді бұл жерде мен баламды айыпты деп санамаймын. Қателесушілікпен алып кеткен қару-жарақтың қылмысты екенін біліп, олар оны әрі қарай жалғастырмаймыз деп өз еріктерімен тапсырды. Қару-жарақты өз еріктерімен тапсырса, ешқандай жаза қолданбайды дегенді естігеннен кейін бұлар сол күйі тапсырды. Енді біздер оны ешқандай бізге ешкім бұл тергеушілер оны ешқандай қаперіне алып тыңдап отқан жоқ. Балам 16 жылдан бері диспансерлік учетта шизоэффективное расстройство деген диагнозбен ауырады. Ол жылдары ол емделіп шықты. Қазір енді өзінің сүйікті ісімен айналысып отырып, өзінен кейінгі бауырларына қамқоршы болып жұмыс істеп жатқан кезі болатын. Енді балаңыз ұрып соққан туралы факт балаңыз айтты ма? Баламның өзі басында айтқан жоқ. Және де біздерге жаңа қосымша қорғаушыны да кешіктіріп берді. Өйткені жаңа баламның үстінде нелер жазылып кетсін деген оймен болды ма, енді ойлап тұрсам мен. Бірақ біразға шейін демала алмай қабырғама не түсті деп демала алмай тұрған сездім, бірақ маған балам айтпады. Кейіннен енді айтып қабырғама зақым келген деді. Кім ұрған? Кім ұрған болғанда сол жерлердегі оперлер жаңағы ұрған. Құрметті Елвира Азимова, біз қаңтар қақтығысында зардап шеккен анамыз. Біздің алдымызға шығуымызды талап етеміз. Тоқаевтың алдымызға шығуын талап етеміз. Мен осы Астана қаласында жүргені 1 ай болды. 9 марттан бері жүрмін. Әділдік іздеп, осы Нұр-Сұлтан қаласында біздің президент бар, заң орындары бар, әділ шешімдерін шығарады деп үмітпен келген 1 ай болды жүргеніме. Маған бұл елімізде егер заң дұрыс жұмыс жасаса, әділдікті талап етеміз біз. Мен уже жазбаған жерім жоқ, барлық жерге арыз шағымымды түсірдім, бас прокурордан бастап антикор. Інімнің көрмегені жоқ, азаптың түр-түрін көрген. Оның үстіне азаптап алып, үйретін істі қылып, еш заңсыз отырғызып қойған. Бұндай әділетсіздікке біз төзе алмаймыз. Жазықсыздарды босатуларыңды талап етеміз. Қаңтар оқиғасындағы қаншама арыз тастадық, біреуі қаралмайды, облыстарға қайтадан жібереді. Сондықтан да уже біздің ешқандай амалымыз жоқ. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы алдымызға шығыңыз. Президенттің бас хатшы көмекшілері Тамара Дүйсенова, Ерлан Карин,
Елбек Әзімова алдымызға шығыңыз. Құқығымыз тапталып жатыр өз елімізде, өз жерімізде. Алдымызға шығыңыз. Сияқтының 10 шықты алдымнан. 10 шықты уже. Азимованың өзі шықсын болды. Талабымыз сол айтыңыздаршы. Азимованың өзі шықсын болды. Сіз сияқтының 10 шыққан. Мен айтайыншы, өтініш рұқсат болса, 1 минут. Адам құқықтары жөніндегі уәкіл Азимова ханым дәл қазір үкімет үйінде жиналыста. Күтеміз, отырамыз. Одан кейін тағы да бір жиналыс. Біз ол кісі жұмыста болса міндетті түрде қабылдайды. Осы күнге дейін күніге қабылдаған адамдарды. Ол сіздерден қашып тұрған адам жоқ. Ол кісі қазір дәл қазір жиналыста. Жиналыстан шықса күтеміз онда. Утебаева Зере Орынтайқызы сол кісінің тапсырмасы бойынша қазір түсіп, сіздерге жеке қабылдау өткізіп жатыр. Ары қарай, әрқайсыңыз жеке жаңағы уәкілге Әзімова ханымға кірем десеңіздер, біз қазір график бойынша сіздерді жазып аламыз. Сосын сіздерге алдын ала ескертеміз. Мына уақыт босады, тез келіңіздер деп, күнделікті сіздерді қабылдаймыз. Жарайды, бәріміз бірге кіреміз десеңіздер, бірге кіреміздер. Если бір мәселе болса. Сабырлық жасайды. 4-ші айға кетті. Жазықсыз сотталып жатыр, қамалып жатыр. Көрмеген азаптары жоқ, қалайсыз? 4 ай болды тәте. 2 ай Алматы облысында жүр, 1 ай сіздердің астаналарыңызда жүр. Тастамаған жерге арыз тастадым. Қайсы қабылдағаны? 1 ай жүр, қайсы қабылдағаны? Бұл фактілердің барлығы бойынша қазір тергеу амалдары жүріп жатыр ғой. Біз тергеуге араласатын адам емеспіз. Біздің ондай құзырымыз жоқ. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Ибраева Айгүл Аронқызы. Мен Қостанай қаласынан, осы Астана, Нұрсұлтан қаласына келіп отырмын. Бала Мерназар 19 жастағы бала осы қаңтар қақтығысында 5 қаңтар күні ұсталып, содан бері мінеке 3 айдан асты түрмеде жатыр. Бала студент бала, осы Қазақ ұлттық өнер университетінің 3-ші курс студенті. Бала президенттік стипендияға өтіп, үйге демалысқа келген кезі тұғын. Сонда мінеке митинг болып, соған шығып, содан бері сол жерде ұсталып жатыр. Баланы 1-ші, 2-ші күні, 3-ші күні 3 күн қатарынан ұрған, әбден сілесін қатырып, соққыға жыққан. Оны 3 күн бойы, 5 күн бойы таба алмай, 3-4-5 күн бойы таба алмадық. Адвокаттың көмегімен әйтеуір іздеп, тауып алдық. Сонда бала ес-түссіз жатқан баламызды көрдік мінеке. Сондай жағдай қазір мінеке 3 айдан асып кетті. Бала түрмеде жатыр. Соның бостандыққа шығаруларыңызды талап етемін. Бала өзі қазір есін жиғаннан кейін кім қалай ұрғанын айтты ма? Есін жиғаннан кейін біз баланы антикоррупциялық органға неге бала өзі арызын жазып тапсырған болатын. Судмедэкспертиза баланың денесінде дақ жоқ деп берді, ал СИЗО қабылдағанда баланың аяғының іскенін, бір жақ бетінің іскенін, тырнақтарының көгергендігін, соның бәрін негізінде протоколға тіркелген болатын. Мінеке антикоррупциялық орган осы судмедэкспертизаның ғана сараптамасын ғана тексерді де, ал СИЗОға келгендегі тергеушінің берген сараптамасына, протоколына мән берген жоқ. Оны мүлдем қараған жоқ. Мінеке, сондықтан да істі қазір антикоррупциялық орган жауып тастап отыр. Қазіргі таңда Қостанай облысы бойынша аз ғана бала қалды. Негізі қаңтар қақтығысына 1,500-нан астам адам шыққан болатын. Сол қазір көшедегі сынған, бүлінген заттың бәрін менің баламның мойнына жауып отыр. Ал шындап келгенде ол 1-2 баланың қолынан келетін дүние емес. Сол жерде собырлардың өздері бастап балаларға тиісіп, балаларды ұрған өздері, мінеке сол кезде мүмкін өздері жасаған шығар оның бәрін. Ал қазір 1,9 миллион тіпті содан да астам ақшаны қазір біздің баламыздың мойнына артып отыр. Не деп жатыр? Қандай айып тағып жатыр балаңызға? Балама қазір 272 статьяның 2-ші тармағы бойынша және 380 статьяның 3-ші тармағы бойынша айып тағылып отыр. Негізінде бала террорист емес, террористік жағынан қарап отыр. Ол бала қайдан террорист болады? Егер де ол
Сол Қостанай облысы әкімінің Мұхамбетовтің дарынды балалардың қатарында болып, қабылдауында болған алғыс хатын алған бала. Бірнеше Әулиекөл, Алтынсарин, Меңдіқара аудандарының әкімінің грамотасын алған дарынды балалардың қатарында международный халықаралық конкурстардың вокалисті болған бала. Неке қазіргі таңда осындай түрмеге ұстап ол баланы азаптап отыр. Университет қабырғасында білім алып жатқан және де өнер жолында жүрген Ерназардың бұндай қылықтарға баруына біз өте сенбейміз. Жалпы айтқанда Ерназар біздің жақын досымыз, біздің старыстымыз, университетте өте үлгілі студент, халықаралық және де қалалық байқаулардың жеңімпазы. Осындай бір адам, осындай бүкіл қаланың бүлігін ұйымдастырды дегенге біз сенбейміз және қарсымыз ол нәрсеге. Біздің талап ететініміз әділдік. Және де Ерназарға ел назары керек. Ерназарға ел назары керек. Таңдаған өзің менен алыс жоласқан, сен айтқандай болса бәрі, кетпедегім келсен ағы.